Сәлем достар, Еркелерге ертегі каналында тағы да бүгін су жаңа ертегі жүктелді. Ендеше тыңдауға дайынсың ба? Кеттік. Бірде Самат деген бала болыпты. Түнімен ұйықтамай төсегінде жатып, телефон қарап, интернет шұқылап, әбден түн болғанда ұйықтайтын болыпты. Және қарны ашып, түнгі 1-2-де тұрып тамақ жейтін болыпты. Сөйтіп жүргенде балалар, Саматтың бойы өспей қалыпты. Және толық болып кетіпті. Сыныптастарының ішінде дене шынықтыру сабағында Самат қатарда ең соңынан тұрады екен. Тіпті бойы қыздардан да кішкентай болып қалыпты. Және оны достары, сыныптастары: "Біздің Самат бауырсақ, 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 мен сені жеймін" деп келемештейді екен. Самат бір күні көңілсіз ата-анасына келіп: "Мен неге бойым өспей қалды? Неге мен дөп-дөңгелек үрілген анау бауырсақ сияқты болып кеттім?" деп ашуланады. Ата-анасы айтады: "Әрине, сен түнде ұйықтап болмайсың, таңертең тұра алмайсың сабаққа. Сабақта үлгерімің нашарлап кетті. Сондықтан бұның барлығы ұйқыға байланысты" дейді. Самат ұйқының бой өсуге қандай қатысы бар деп ата-анасына сенбейді. Олар Саматты дәрігерге әкеледі. Дәрігер: "Иә, Самат, сенің бойыңның өсуі соматотропты гормондарға байланысты" дейді. Самат: "Қандай гормон? Кәдімгі гармошка ма ойнайтын ойыншық? Аспап, сондай ма?" деп сұрайды. "Жоқ, ол ағзаның ішінде бөлінетін аты сондай гормон" дейді. Самат басын қалып: "Қандай дедіңіз? Соматотропты гормондарды дәрумен секілді ішіп алуға болмай ма дәріханадан алып?" дейді. Дәрігер: "Жоқ, ол гормон кешкі 11 мен түнгі 3 аралығында сен ұйықтаған кезде ағзаның ішінен бөлінеді. Ал егер ояу жүрсең, ол гормондар шықпай қояды. Сондықтан сенің бойың өспей, артық салмақ жинап алдың" дейді. Самат ойланып: "Туф, неге әлгі соматотропты гормон ба, гармошка ма солар мен телефон көретін уақытта шығады екен? Күндіз шықса болмай ма екен?" деп әбден басы қатады. Сонымен ол бойым өсіп, сұлу жігіт болғым келеді деген арманын еске түсіріп, күнде сағат кешкі 10:30-да ұйқыға кететін болыпты. Самат уақытылы ұйықтаған соң оның соматотропты гормондары бөлініп, бойы өсіп, салмағынан ажырап, сабақты жақсы оқып, енді оны достары бауырсақ деп келемештемейтін болыпты. Ал достар, сіздер сағат нешеде ұйықтайсыздар? Комментарийге жаза кетіңіздер. Және бойларың өсіп жатыр ма, жоқ па? Сыныпта қатардан нешінші тұрасыз? Оны да жаза кет. Жауаптарыңызды міндетті түрде оқитын боламын. Ендеше, кездескенше сау болыңыздар. Айтпақшы, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Егер ертегі ұнаса, достарыңмен бөлісе ғой. Қалай десең, ата-анаңнан сұрасаң, оп-оңай WhatsApp желісіне жіберуге болады. Ендеше, даси-даси!